Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып қазақ тілі. Бірінші бөлім. 19-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Балалар, бүгінгі біздің басты мақалымыз ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Осы мақалды жаттап есімізге сақтаймыз. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Балалар, бірінші жаттығу кестеге қараймыз. Кестеде не көріп тұрмыз? Әрине, дауыссыз дыбыстар. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осы дауыссыз дыбыстар жайында. Дауыссыз дыбыстар 3-ке бөлінеді. Бірінші балалар, дауыссыз дыбыс дегеніміз не екенін біліп алайық. Дауыссыз дыбыстарды айтқанда, көмейде кедергіге ұшырамай, фонациялық ауа қуысына күшті қарқынмен келеді. Ауыз тар ашылғандықтан, көмей арқылы келген қарқынды ауа әртүрлі артикуляциялық мүшелермен соғысады. Қазіргі қазақ тілінде 26 дауыссыз бар. Олар Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ч, Ц, Х, Ш, Ш. Балалар, айтылу кезінде ауаның еркін шықпай, кедергіге ұшырап шығуынан жасалатын дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейміз. Дауыссыз дыбыстар сөйлеу мүшелерінің бір-бірімен жанасуы немесе толық қабысуы арқылы пайда болады. Дауыссыздардың басты ерекшеліктері. Дауыссыздардың жасалатын орны ауыз немесе көмей қуыстары. Осы дауыссыздар 3-ке бөлінеді. Үнді, ұяң, қатаң. Дауыссыз қатаңдарда мүлде үн болмаса, ұяңдарда үннің қатысы жартылай болады да, ал үнділерде бәсең үн болады. Бұлар үнді дауыссыздар. Дауыссыз, қатаң және ұяңдардың ішкі сапасы таза салдарынан тұрады. Ал үнділерде сөйлеу мүшелерінің тіл, ерін, жақ бір-біріне жоқтауы, түрленуі, көлемін өзгертуі, көмей арқылы келген ауаға пәлендей кедергі бола алмайды. Дауыссыз қатаң және ұяңдарды көтеруге, созуға, әуенін өзгертуге мүлде болмаса, ал үнділерді керісінше көтеруге, созуға, әуенін өзгертуге болады. Балалар, кестедегі дауыссыздардың 3 түрін мұқият жаттап аламыз. Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Үнді дауыссыздарды ата. Олардың айтылуын байқа. Ұяң дауыссыздарды ата. Олардың айтылуына назар аудар. Қатаң дауыссыздарды ата. Олардың айтылуын ұяң және үнді дауыссыздармен салыстыр. Екінші жаттығу. Мәнерлеп оқы. Өлең не туралы? Ең алдымен сөз етем. Біріншісі ата, өз әкем. Екіншісі атамыз. Үшіншісі арғы ата. Төртіншісі бабамыз. Бесіншісі түп ата. Қалай тыныш жатамыз? Маған ата, бер бата. Алтыншысы тек ата. Жетіншісі ұл ата. Балалар, бұл өлең не туралы? Әрине, біздің ата тегіміз 7 ата туралы айтылған өлең екен. Сен 7 атаңды жатқа білесің бе? 7 атаңды
үлкендердің көмегінен мен сұрап, біліп, жаттап ал. Қарамен жазылған сөздерді жатқа жаз. Дауыссыз дыбыс түрлеріне ажырат. Яғни бұл жерде қарамен жазылған әкем, атамыз, ата, бабамыз, түп ата, тек ата, ұлы ата. Әкем деген сөзде к, қа, бұл дауыссыз әрине. Дауыссыздың қай түріне жатады? Әрине, к. Әрине, бұл қатаң, дауыссыз. М, бұл үнді, дауыссыз. Дәл осылай келесі қарамен жазылған сөздерді дауыссыздың түрлеріне қарай ажырат. Үшінші жаттығу. Суретке қара. Осы сурет бойынша не айтасың? Қане, өз ойыңмен бөліс. Суретке қарап тұрсақ, ағаштың діңгегінде анам, әкем, әжем, атам деген сөздер тұр. Неге? Әрине, бұл біз ағаштың діңгегі сияқты, бұлар да біздің ата тектеріміз. Біз сол ата тек түп тамырымыздан тараламыз. Дәл мұны алдарында көріп тұрған талдың, ағаштың бұтақтары сияқты. Яғни біздің діңгегіміз осы кісілер болса, біз солардан тараған тамырларымыз, өзіміз, ініміз, әпкеміз, ағаларымыз, біз сол кісілерден тараған бұталар сияқтымыз. Төртінші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа айтып көркем жаз. Мына балалар немелерің еді? Немерелерің бе? Шөбелерің бе? Немерелерің бе? Балалар, немере, шөбере сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Үлгі бойынша н дауыссыз, дауыссыз дыбыс. Үнді, е, дауысты және жіңішке. Дәл осы ретпен ары қарай жалғастыр. Мысалы, м, дауыссыз, дауыссыз және үнді. Е, дауысты, дауысты жіңішке, дауысты әрине. Р, дауыссыз, дауыссыздың үндісіне жатады. Е, бұл да дауысты жіңішке. Келесі шөбере, ш, дауыссыз, қатаң. Ö, дауысты жіңішке. Б, бұл дауыссыз, ұяң. Е, дауысты жіңішке. Р, дауыссыз, үнді. Е, дауысты жіңішке. Дәл осыны балалар жаңылтпашты дәптерімізге көркем жазып, үлгі бойынша мен айтып кеткендей дыбыстық талдау жасауды ұмытпаңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.